қаланың орталық саябағында тұрмыз. Бұнда биыл ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Өйткені саябақтың ағаштары қартайған, ауру көп, қураған. Солардың бәрін анықтау үшін бюджеттен ақша бөліп, Алматының лицензиясы бар ғылыми зерттеу орталығы келіп, осында мамандары 2 айдан артық жұмыс істеді. Солар бүкіл осы саябақтағы ағаштар санап шықты. 48 мыңнан артық ағаш бар саябақта. Соның ішінде қаншасы ауру, қаншасы қураған, қаншасы солып қалған, қаншасы апаттық бәрін анықтап берді. Міне қазіргі біз істеп жатқан жеріміз, бұл арада ағаштар бәрі ауру, қартайған. Сондықтан осылардың бәрін жойып, орнына қайрадан ағаш отырғызылады. Әрмен қарай сол ағаштар осы саябаққа жақсылап көріп береді деп ойлаймыз. Бұл қыстай жалғасады. Біздің республикадағы ең ескі үлкен саябақтардың бірі 1939 жылы қазығы қағылып, 1946 жылы қолдануға берілген. Содан бері бұл саябақта бұндай ауқымды жұмыс міне алғаш рет жүргізіліп тұр, 30 жылдан асқан уақытта. Сондықтан тағы да айтамын, тұрғындар, қала тұрғындары, қонақтар түсіністікпен қараңыздар, бұл бәрі ғылыми негізделген жұмыс жүріп жатыр. Міне менің артымдағы тұрған міне ағаштар, мыналар бәрі ауру, осылар бәрі кесіледі де, содан кейін қалған тамыры жұлынып алынады, содан кейін сұңқырының ішіндегі қалған топырақ түгел тазаланып алынып, орнына жаңадан топырақ салынады. Өйткені мына топырақта мына ағаштың аурулар қалып қоюы мүмкін, тамырларында. Сол себептен қайрадан жаңадан топырақ салынады орнына. Кесілген ағаштарды көріп тұрғанда сіздер арнайы техникамен үгітіп, отнимка жасап, әрмен қарай оны қолданысқа жібереміз. Бірден, екіден бұларды шығару үшін көп техника кетеді. Былтырда осындай қайраны қолданысқа жібердік.